Балалар әдебиетінің атасы Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында туған. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын, кейіннен Мәскеуде жоғары әдеби курсты бітірген. Біраз жыл ауыл мектебінде бала оқытқан. Қазақ әдебиеті газетінде, Балдырған журналында, Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында істеген. Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиет жөніндегі әдеби кеңесші болған. Шоқтығы биік қаламгер, балалар мен жасөспірімдерге арналған 20-дан астам әңгіме, повесть, роман ұсынады. Менің атым Қожа, балалық шаққа саяхат, өлгендер қайтып келмейді туындыларында өзі өмір сүрген заманның шынайы келбетін суреттеді.